Сәлем достар, сіздермен бірге Жанерге танысқаныма өте қуаныштымын. Егер мені арнамда жаңа көріп жатқандар болса, сәлем, менің атым Жанерге, арнама қош келдіңіздер. Келгеннен кейін біратала тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалай дұрыс жоспарлаймыз. Қалай дұрыс жоспарлау керек, қалай жоспарлағаныңды ойыңдағыдай аяқтап жеңіске жету керек. Короче, жоспар туралы бүгін. Жоспарлау. Негізінде көбінде көп адамдар жоспарды жасайды, бірақ өздеріне не керекті, не керек емес екенін дәлірек білмегеннен кейін олардың миы всегда откладывать етіп, қалаған жоспарларына жете алмайды. Точнее, мақсат, арман осының бәрін кіріп кетеді. Жоспар құрудың негізгі мақсаты мынадай талпа жоспарлар құрып, оны орындалмай болу емес. Ол кәдімгі күніңді жақсы өткізу деген ниетіңмен, ең бастысы менің әрбір күнім пайдалы болу керек. Бұл мен үшін ең маңызды. Сол себепті жоспар құру әрбір адам үшін маңызды болуға тиіс деп есептеймін өз басым. Енді жоспар құру, ол жоспарды құрғаннан кейін не үшін керек және оның маңызын миға түсіндіру керек. Ми сізге берілген задачаларды түсінбегеннен кейін, мысалы түсінбесе, ол нәрсеге всегда откладывание, яғни кейінге қалдыру, ертең, сөйтіп сіздің бір күнге қойған бір задачаңыз мысалы орындалмай қалады. Сол үшін де ең бастысы, сіз мысалы көптеген задачалар қоясыз, мысалы ананы істеу керек, мынаны істеу керек, соның маңыздысы деген үшеуін таңдап алған жөн. Мысалы мен кешке жатар кезде ертеңгі күніме қандай маңызды істер күтіп тұр, солардың барлығын тізіп жазып шығамын. Если орындалмай қалып жатса, бұл мен үшін бір катастрофа, мен үшін қайғылы жағдай емес. Сол себепті ең маңызды деген істі істеп үлгерген болсаң, онда бұл сен үшін жеңіс деген сөз. Бұл наградаға бір сен бұрыннан көре алмай жүрген кино болуы мүмкін, бұрыннан жасай алмай жүрген іс. Қалайда бір өзіңізді қуантатын нәрсе болу керек. Соңғы кезде мынадай өте ыңғайлы способ таптым. Енді мысалы мен өзіме бір айдың ішінде не істеп, не істемеген кейде есіме түспей қалады. Сол себепті мен андай жасыл, қызыл болады ғой стикерлер, сондай стикерлерге күнделікті жасап жүрген істерімнің барлығын сақтап жүрмін. Сол сақтаған стикерлерді бір айдыкін сақтап, сол бір айдың отчеты кезінде ол ыңғайлы отты, не істеп, не істемегенің. Сол арқылы бір айға өзіме отчет берген кезде анализге өте ыңғайлы. Сол себепті жоспар құрыңыздар, жоспарлау өте маңызды. Сізде жоспарлау қалай өте маңызды ма, или жоспарсыз жүрген ыңғайлы ма? Комментке тағы да бөлісе кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз маған өте қызық. Бүгінге айтарым осы. Арнаға тіркеліп, маған лайк басып, маған қолдау білдіріңіздер. Мен үшін бұл өте маңызды. Және келесі қандай видеороликтер сіздерге түсірейін, оны да комментке жазып бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.